Буллинг менің мектебімде емес. Осындай тақырыппен Курчатов қаласының оқушылары әлеуметтік бейнеролик түсірді. Онда жас өспірімдер бұл мәселені бейбіт жолмен шешу жолдарын көрсетуге тырысқан. 1,5 минуттық бейнероликте қорқыту, алалау, әлімжеттік пен күш көрсету. Жас өспірімдер бірін-бірі мазақ қылған кадрларды көруге болады. Айта кетсек, бұл идеяны учаскелік полиция қызметкері ойлап тапқан. Ол оқушылармен кездесіп, буллинг зардабы туралы ашық әңгіме жүргізген. Ал роликті 2 күнде түсіріп дайындаған екен. Бұл видеоны түсірген кезде буллингтің қаншалықты зиян екенін жақсы түсіндік. Әр әрекетіміз бен сөзіміз басқаларға ауыр әсер ететінін ойладық. Біз бір-бірімізді құрметтеп, қолдау көрсетуді үйренуіміз керек. Енді достарымызбен мейірімді қарым-қатынас жасаудың қаншалықты маңызды екенін білдік. Курчатов қаласының оқушыларымен түсірген бейнеролик арқылы біз мектептегі буллинг қайдан пайда болатынын көрсеткіміз келді. Сонымен қатар кез келген қиын жағдайда сіздер оны заңды түрде шешетін полиция қызметкерлерінен көмек сұрай аласыздар. Қазіргі таңда күнделікті мектептерде профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде.